Ассалаумағалейкум, амансыңыздар ма? Денсаулықтар жақсы ма? Әдеттегідей біз тегін сабақ группасы дегенді бастаймыз. Бұған кімдер қосылу керек? Бұған барлық адамдар қосылса болады. Жасың 18-ге толған болса, 70 жасқа дейінгі аралықтағылардың барлығы қосылып көруге болады. Бұл сабақ өте керемет. Бұл сабаққа тіркеліп сабақ көрсеңіз, несиелеріңізді, қарыздарыңызды жаба аласыңыз. Ақшаны қалай жинау керек, қалай үнемдеу керек, соның барлығын сабаққа тіркелгеннен кейін ұстаздың өзі айтып түсіндіреді. Соның үшін ештен кеш жақсы деген көп ойлана бермей сабаққа тіркеліп сабақ көрсеңіз, негізінде ұстаз айтқанда 1 жыл мен 3 жылдың арасында сабақ көруіңіз керек. Бұл күнде болмайды, әр жексенбі сайын болады. Кешкі сағат 8-де соған тіркеліп сабақ көрсеңіз, ары қарай өзіңіздің жігеріңізге байланысты ынталы болсаңыз, сабырлы болсаңыз, тәкаппар болмасаңыз, табысқа шығып кете аласыңыз. Осы уақытқа дейін табысқа шығып кетіп жатқандар өте көп. Қарыздарын жауып, несиелерін жауып, ақшадан тарықпай, жинап үйреніп жасап жатқан жандар көп. Сіздер де солардың қатарында бола аласыңыз. Соның үшін көп ойланудың қажеті жоқ. Бұл тегін. Тіркелесіңіз, сабақ көресіңіз, сабақ ұнамаса, сабақтан шығып кете беруіңізге болады. Көбі жақсы көрейін деп қосылып, ары қарай қалып қойып, сабақты осы күнге дейін көріп жатыр. Сабақты көріп, арасында кәсібіңізді жалғастырып кете бересіңіз. Сіздерді кәсіпке оқытқаннан кейін кәсіпке шығарып жібердім, енді сабақты оқымай-ақ қойыңыз деп айтылмайды. Біліміңізді арттыру үшін ары қарай сабағыңды оқып кете бересіңіз. Бұл сізден ақы талап етпейді. Саудаңызда жүреді, сабақты да көресіңіз, білімді боласыңыз, сөйлеп үйренесіңіз. Қазір екі сөздің көбіңіз басыңды қосып сөйлей алмайтындай халде шығарсыңыз. Бәр адам сондай. Көп адамның қазір біз қазақ көбіне тәкаппармыз ғой. Өзім білемге салынамыз, бірақ білетін дымымыз жоқ. Ақша тауып жүргенде дымымыз жоқ. Банкілерден кредит алып тек қашып жүргеніміз болмаса, солардың несиелеріңізді қорықпай жабуға, ақша жинауға сабақта бәрі үйретіледі. Көп сөзді қойып, осыған тіркеліп сабақ көрсеңіз өзіңізге жақсы. Егер тіркеліп көрейін дегендеріңіз болса, мен WhatsApp нөмірімді қалдырып кеткенмін, соған өздерің тіркеле берсеңіздер болады. Тіркеле алмаймын дейтіндеріңіз болса, WhatsApp нөміріңізді қалдырып кетсеңіз, мен тегін сабақ группасына қосатын боламын. Бұл керемет система. Бұндай тегін системаны сіздерге кім болса сол бере бермейді. Қазір көп жерлерде оқытылатын, үйретілетін сабақтардың барлығы сатылымға шығып кеткен. Сатылым қазір тегін емес, оларға ақша төлейсіңіз. Мысалы, бір сабақты көру үшін 50 мың, 100 мың, 200 мыңға дейін төлеп, одан нәтиже ала алмай, қаңғып далада қалған адамдар көп. Соларды көріп, естіп отырып, бізде сіздерге аяушылық танытайын деп, тегін сабаққа қосылсын, осыны көрсін, қарыз несиесінен құтылсын, ақша тапсын, бай болсын, ешкімнен ақша сұрамасын, жан-жаққа жалтақтамасын деген оймен айтып отырмыз. Тыңдағандарың үшін рахмет.